Жақсы оқушылар, келесі сұрақты талдап кетейік. Тотықтырғыштық қасиетінің арту қатары бойынша орналасқан қатар дейді. Бірінші жауаптан жалпы бірінші қарап кетсек, алдымен тотықтырғыштық қасиет бізде ең жоғарғы элемент, ол бізде фтор болып табылады. Тотықтырғыштық қасиетте жоғары, жазып қоямын мына жаққа. Тотықтырғыштық қасиеті ең жоғары, ол бізде фтор. Және электр терістілігі жоғарғыда, ол да фтор бізде. Электр терістілік. Ал тотықсыздандырғыш қасиеті ең жоғарғысы, ол цезий деп аталсаңыздар болады. Бұл тотықсыздандырғыш қасиеті ең жоғарғысы. Значит, тотықтырғыш қасиет бізде фторға қарата артады. Яғни период бойынша солдан оңға қарата артады, ал топ бойынша астынан жоғары қарата артады. Яғни тотықтырғыштық қасиет. Бірінші вариантты қарайтын болсақ, оттек мына жерде орналасқан. Так, полоний дейді. Полоний қайда бізде? Оттек, полоний. Полоний мына жақта орналасқан. Сосын телур, сосын селен, сосын күкірт. Бұл жерде енді оттек деген сразу полонийге кетіп қалған, значит болмайды да бізде. Так, келесі полоний, телур, селен, күкірт, оттек дейді. Полоний, телур, селен, күкірт, оттек, яғни астынан жоғары қарата жүріп жатыр, значит бұл жерде тотықтырғыштық қасиет артып жатыр. Басқа варианттарды қарастырып жіберейік. Селен, оттек, телур. Так, селен, оттек, телур бұл да шашырап отыр бізде. Сосын полоний, селен бұл да шашырап отыр, значит дұрыс жауабы бізде В варианты болады.